Тұрғысыз TikTok'ты сенаторлар жаппақшы. Жоғарғы палата өкілдері бұл мәселені премьер-министр деңгейінде көтерді. Қоқысқа толған әлеуметтік желі қашан бұғатталады? Пайдасы шөлге тамған тамшыдай. Сенатор Геннадий Шиповских TikTok әлеуметтік желісінің жайын айтып дабыл қақты. Депутаттың сөзінше, телефонға телмірген жастарға бұл платформаның пайдасынан гөрі зияны көп. Стримға кіріп, жеңіліп, түрлі тапсырма алған желі қолданушылары көпшілік алдында абыройын айрандай төгіп, денсаулыққа зиянды дүниелерді жасап жатыр. Одан бөлек кәмелетке толмағандардың мінез құлқына теріс әсер ететін контенттерде тұсаусыз таралуда. Премьер-министрге жолдаған сауалында сенатор әлемдік тәжірибеге қарап, сананы улаған желі сарынын сұрыптауға шақырды. Қауіпті және моральді құндылықтарға қайшы контенттерді анықтау және шектеу бойынша нақты алгоритмді ұсыну керек. Екіншіден, TikTok платформасы жас балаларды онлайн қауіпті контенттен қорғау мақсатында